Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Төле би атындағы номер 8 гимназияның 9-е сынып білім алушысы Райымқұл Жансезім. Бүгінгі біздің жобаның тақырыбы эпоксидті шайырдан авторлық бұйымдар жасау бизнесі. Жетекшісі Дүйсекова Зағира Аллабергенқызы. Біздің жобаның мақсаты эпоксидті шайырды пайдаланып бұйымдар жасау технологиясының тиімділігін бизнеске айналдыру. Зерттеу өзектілігі эпоксидті шайырдан табыс табуға болатын авторлық бұйымдардың нарықталатын орнын көрсетіп, бизнесті дамытудың жаңа мүмкіндіктері мен тиімділігін талдау. Жалпы, эпоксидті шайыр дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп өтетін болсам, эпоксидті шайыр дегеніміз химиялық негіздер жасалатын синтетикалық полимер. Оның басты қасиеттерінің бірі қатты құрылымға айналып, әртүрлі формаларға келу мүмкіндігі. Оның нарықтағы орны қазіргі заманауи өндіріс саласында эпоксидті шайырдан жасалған бұйымдар үлкен сұранысқа ие. Және де оның басты ерекшелігі эпоксидті шайырдан бұйымдар жасау технологиясы өте қызық әрі жеңіл процесс болып табылады. Эпоксидті шайырдан бұйымдар жасау бірнеше маңызды қадамнан тұрады. Ең бірінші қадам ол шайырды дайындау. Яғни шайыр мен қытайтқышты белгілі бір пропорцияларда араластыруымыз қажет. Ол әдетте 2-1 немесе 3-1 қатынасы қолданылады. Екінші қадам қалыпты дайындау. Шайыр құйылатын қалыптар арнайы дайындалады. Үшінші қадам шайырды қалыпқа құю. Шайырды қалыпқа құю барысында ауа көпіршіктері пайда болмас үшін біз оны біркелкі құюымыз жөн. Төртінші қадам қату кезеңі. Шайыр толық қату үшін 24-48 уақыт қажет. Келесі қорытынды өңдеу. Шайыр толық қатқаннан кейін біз оны тегістеу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Эпоксидті шайырдың қолдану салаларына тоқталайық. Эпоксидті шайырды біз жиһаз бұйымдарында, үйде қорын жасауда, авторлық бұйымдар алуда және медицина және стоматологияда қолданамыз. Эпоксидті шайырды біз көптеген салаларда қолданамыз. Ал біздің қолданатын саламыз ол жануарлар әлемі мен өсімдіктер әлемін пайдалана отырып авторлық бұйымдар дайындау. Ал енді сол авторлық бұйымдар туралы толығырақ айтып кететін болсам, ол біз гүлдер әлемін пайдалана отырып эксклюзив сырғалар жасай аламыз. Және жануарлар мен жәндіктер әлемін пайдаланып зерттеу жұмыстарына қажетті бұйымдар немесе көрнекі құралдар жасай аламыз. Ал өсімдіктер әлемін пайдаланып барлық жыл мезгіліне қол жеткізе алатын креативті бұйымдар дайындауға болады. Осы тұста нарықтағы тұтынушыларымыз кімдер деген сұрақ туындауы мүмкін. Біздің нарықтағы тұтынушыларымыз ол бірінші кезектен оқушылар және ата-аналар. Себебі оқушылар және ата-аналар арасында тірі гүлдерден жасалған эксклюзив сырғаларға сұраныс өте жоғары. Және де бұл оқушылар және ата-аналардан бөлек бізде педагогтер. Педагогтер деп отырғанымыз нақтырақ айтқан кезде география және биология пәнінің мұғалімдері. Олардың сабақтарына осындай тірі өсімдіктерден барлық жыл мезгіліне қолжетімді креативті бұйымдар және де тірі жәндіктерден жасалған зерттеу жұмыстарына қажетті бұйымдар қажет. Сол себепті олар осы бұйымдарды сатып алып, оны өзінің оқушыларына да сатып алуға кеңес береді. Ал енді біздің алғашқы шығындарымызға тоқталайық. Біздің алғашқы шығындарымызды эпоксидті шайыр, шприц, силикон қалыптар, қолғап, бетперде және күтпеген шығындар құрайды. Бұның барлығы толықтай 15.750 теңге болады. Туралы толығырақ айтып кететін болсам, бізде ай сайын жұмсалатын шығындардың ішінде тұрақты шығындар 12.000 теңгені құрайды, яғни ол біздің шеберханаға және жарнамаға кеткен шығынымыз. Және де айнымалы шығындар жаңа өзім жоғарыда айтып кеткендей 15.750 теңгені құрайды. Енді осы тұрақты шығын мен айнымалы шығынның қосындысы жалпы бізде 27.750 теңгені құрайды. Авторлық бұйымдар жасаудан түсетін пайда көзін талдаудың үлгілік кестесі көрсетілген. Және де бұл кестеде біздің 3 түрлі өніміміз берілген, және де олардың әрқайсынан қанша пайда түсетіні көрсетілген. Ең бірінші бізде ол тірі гүлдерден жасалатын эксклюзивті сырғалар. Олардың бағасы 850 теңгені құрайды. Ал бұл сырғаларға кететін шығын 250 теңге. Жалпы түсетін пайдамыз 600 теңгені құрайды. Бұл бір данасына ғана. Ал келесі ол бізде тірі өсімдіктерден жасалған барлық жыл мезгіліне сай қолжетімді креативті бұйымдар. Бұлардың бір данасының бағасы 1600 теңгені құрайды. 1600 теңгені құрайды, және де бұдан түсетін пайда 1250 теңге. Ал үшіншісі ол бізде тірі жәндіктерден жасалған зерттеуге арналған креативті бұйымдар. Олардың бір данасының бағасы 1700 теңге. Бұларға кететін шығын 450 теңгені құрайды, жалпы пайда 1250 теңге. Біз осы әрбір бұйымнан 15-15 данадан шығарып, жалпы 45 дана шығарамыз. 45 дана шығарып сатқанда бізде 46.500 теңге пайда түседі. Назарларыңызға эпоксидті шайырдан бұйымдар жасау бизнесінің SWOT талдауын ұсынамыз. Біздің бизнестің күшті жақтары эстетикалық ерекше эксклюзив өнімдер, төзімділік пен сапа, және шығармашылық пен даралық. Әлсіз жақтары шикізаттың қымбаттылығы және технологиялық қауіп-қатер. Ал қауіп-қатерлер бәсекелестіктің жоғары болуы, шикізаттың бағасының үнемі өзгеріп отыруы. Және де біздің бизнесіміз ұсынатын мүмкіндіктер ол авторлық бұйымдар жасау арқылы пайда табу, мектеп партасынан бастап кәсіпкерлік ойды дамыту, және де бизнес идеялар арқылы сұранысқа ие креативті бұйымдар жасау. Қорыта айтқанда, табиғи балықтарымыз бен жасанды материалдарды қолдану арқылы мұғалімдер мен оқушылардың зерттеу жұмыстарына, сабақтарына қажетті көрнекі құралдарды жасауды табысты бизнеске айналдыруға болады.
Авторлық бұйымдар бизнесін ұйымдастыруға мүмкіндік кең. Өйткені сіз аз инвестициялар арқылы өзіңіздің тауарларыңызды нарықта жоғары бағада сата аласыздар. Және де біздің авторлық бұйымдарымыздың ассортименті ол тірі гүлдерден жасалған эксклюзивті сырғалар, тірі өсімдіктерден барлық жыл мезгіліне қолжетімді креативті бұйымдар, тірі жәндіктерден жасалған зерттеу жұмыстарына қажетті бұйымдар. Және де бұл бизнес бізге екі негізгі мүмкіндік ашады. Бірінші, ол бізде нарықта ашылатын екі мүмкіндіктер. Табиғаттың берген ресурстары мен қоршаған ортаның қасиеттерін тиімді пайдалану арқылы табыс табу, және де өзінің авторлық өнімдерін қалыптастыру. Екіншісі, шығармашылық идеялардың көріну мүмкіндіктері. Табиғатпен жұмыс балалардың қоршаған орта туралы түсінігін қалыптастырады және шығармашылық идеяларын дамытады.